Assalamualaikum, қараңыздар. Тілегін, халқым менің, қабыл болды тілегін. Президент берді маған баспана, қуаныштан жарылардай жүрегім. Бітқана бар бізде, достар, ағайындар. Жар салайын Міне бітқана. Бітқана невозможно. Мен бүгін бағана көрдім, осы өте қуандым. Және халқым айтып кетейін, қуанышты бөлісе отырып, осы жандостары елбасын белгілеп кетті деп жатыр ғой. Мысалы, елбасын белгілейміз, және жандосты белгілеймін. Оразбекұлы Әлімбетов деген ақын, тіркеліп кетіңіздер. Ербол Бұқыбаев бар, ақындардан. Арман Жайық деген бар, жазушылардың бастығы Атырауға да. Оны да белгілеп қойдым, Арман Жайықты. Арман Хайруллин бар. Және мынау мен тіркеліп кетіңіздер. Енді айтайын дегенім, мен мына видео салып білмеймін. Біріншіден, екіншіден, мына бітқана бар. Мына бітқананы невозможно. Бағана түсірейін деп едім негізі. Енді халқыма осы қуанышымды жеткізейін отырмын. Жандос құтты болсын, баспаналы болғаның, енді жанұялы бол, тезірек ұрпақ сүйдір. Мен бір ашуланып, өзімнің 5 уақыт намаздамын. Бір ұстазымнан айқай естіп қалып едім. Сен анаға өлең шығардың, әкеге өлең шығардың. Сол әкеге шығара өлеңіңізді қараңыз. Алла алып кетті деп бағанағыдай айтқан екенсіз. Алла мұқтаж емес ешкімге. Бағанағыдай Ықылас сүресінде бар ғой. Құл хуваллаху ахад, Аллаху ас-самад деп. Сонда солда Алла ешкімге мұқтаж емес. Соның ішінде мен өкпелеп қалды ма, блокқа салып тастады ма деп ойлағам. Көбі ақындар блокқа салып тастайды ғой. Сонда мен блокқа салмаған екенсің, ескерген болыпсың. Бірақ ол өлеңді қалай өзгертетінін білмеймін. Бірақ ішінде бағанағыдай Аллаға керек болған екенсің депсің. Әке бір жайлы айтқанда. Алла мұқтаж емес, Алла ұлық, Алла жаратушы. Міне, сен сұрадың, тіледің, саған берді. Елбасы аман болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Амандықта міне бітқана деген осы достар. Шағып атып көрдіңіздер ме? Толып тұр. Невозможно, қытағанай болып алғанмен бытық. Ол деген Масаның, Атырауда Маса болса, біз Атырау Құрманғазы ауданы Жұмекен Нәжімеденов білесіз ғой. Сол Жұмекен Нәжімеденовтің ауылынанмын. Рақымжан Отарбаев бөле болады маған. Ал аман бол, жандос бауырым. Өте қуаныштымын. Тоқаевтың жарлығымен сан шүкір бір үй берді, үйсіз жүрген ақынға. Соқпақ жолда талай рет құладым, мен Алладан бір бақытты сұрадым. Қасым Жомарт Тоқаев үй бергенде көз жасымды көрсетпей бір жыладым. Бұл шынымен түсім бе, әлде өңім бе? Бір қуаныш ұялады көңілге, үш ұйықтасам кірмеген ғой түсіме. Президенттен сыйлық алу өмірде, жүрегімде жыр туғасын жаңғырып, өлеңдетіп алғыс айттым ән қылып. Уа құрметті Қасым Жомарт Тоқаев, жақсылығыңызды ұмытпаймын мәңгілік. Айтайықшы халық болып бір тілек, жанашыр жан, бөлек жан ғой, ер жүрек. Бір өтініш, ақ тілекті жаудырып, кетейікші президентті белгіле. Ой, рахмет, міне. Осыны белгілейміз. Сосын маған да тіркеліп кетіңіздер. Менде 2 аккаунт. Рахмет.